Бронхиттің емі қандай жаза салмайсыз ғой. Бронхит айта бересіз, бәрі бронхит дейді, оны ешкім емдей алмайды дейді. Негізінде анаңыздан атаңыздан туылған кезде сіздің денсаулығыңыз тура болады. Өзіңіздің таңдауға байланысты өкпенің тоздыратын да өзіңіз. Көбінесе созылмалы бронхит деген диагноз қойылып жатады, одан кейін обструктивті бронхит, одан кейін хобл деген диагноздар қойылып жатады. Ненің әсерінен болады? Кезінде дұрыс емделмеген жедел дүние созылмалы дүниеге ауысып отырады. Оның себебі, мысалға, бронхтарда қарап отырсаңыз, ауа өту жолы бұл трубка деп ойлайық, соның ішінен ауа жүріп отырады. Ал егер де қайта-қайта қабына беретін болса, шырышты қабаты қалыңдап, шыршасты қабатында әрдайым қабының клеткалары жиналып, сыртындағы бұлшықеттер тырысып қалады. Мына суреттегідей қарап отырсаңыз, міне бұлшықеттер тырысып қалған, шыршасты қабаты қалыңдап кеткен, жиырып қалған соң ауаның өтуі сығырайып тұрады. Сол себептен кейбір кезде деп ысылдап ысқырып отыратын содан. Оны астма деп ойлап қалып жатады, көп жағдайда астма болмай шығады. Сол үшін зерттелу керек. Бронхит егер де болатын болса, оттегі дұрыс жетіспейді, жүрек, ми ақауларына алып келуі мүмкін.